Құрметті депутаттар, біз бүгін осы сессиядағы палатаның заң жобалары бойынша жұмысын аяқтадық. Парламент жоғары заң шығарушы орган ретінде үкіметпен бірлесе отырып, мемлекет пен қоғам өмірін түбегейлі жаңғыртуды көздейтін бағдарламаларды заңнамалық тұрғыдан толығымен қамтамасыз етіп келе жатқанын атап өту қажет. Сессия барысында палатаның заң шығармашылық жұмысы нәтижелі болды. Елбасының стратегиялық реформаларын және 100 нақты қадам ұлт жоспарын іске асыруға қажетті заңдар дер кезінде қабылданды. Сенат биылғы жылдың қаңтар және наурыз айларында мәжілістің жаңа құрамы жасақталған уақыт ішінде парламенттің заң қабылдау жөніндегі функциясын ойдағыдай орындап шықты. Осы кезеңде жоғарғы палата еліміздің әлеуметтік экономикалық дамуына қажетті 57 заң жобасын мұқият пысықтап қабылдады. Жалпы алғанда жылдың басынан бері парламентте 73 заң қабылданды. Сенат қызметінің басқа да бағыттар бойынша, оның ішінде халықаралық саясаттың күн тәртібіндегі өзекті тақырыптарға арналған бірқатар маңызды іс-шаралар табысты өткізілді. Сенат депутаттарының бастамашылығымен Еуразиялық экономикалық одақ және дүниежүзілік сауда ұйымы жағдайында отандық аграрлық сектордың бәсекеге қабілеттілігін арттыру және оның тәжірибелік тұрғыдан іске асыру мәселелеріне арналған маңызды парламенттік тыңдау өткізілді. Дүниежүзі парламенттері мен дін лидерлері өкілдерінің, сондай-ақ саясаткерлердің қатысуымен терроризмнің алдын алудағы діндердің рөліне арналған халықаралық конференцияны ойдағыдай өткіздік. Әлемнің 41 елінен келген 200-ден астам делегат терроризм мен экстремизмді үзілді-кесілді айыптап, әлем қауымдастығын жаһандық індетке қарсы күрес жолында күш біріктіруге шақырған мәлімдеме жасады. Форум делегаттары елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың әлем 21 ғасыр манифестіне қызу қолдау көрсетіп, іс-шараның ұйымдастыру деңгейі мен онда талқыланған мәселелердің мазмұнына жоғары баға беріп, ризашылықтарын білдірді. Тарихи манифесттің маңызы мен ядролық қарусыз әлем құру мәселелері Сенат пен парламентшілердің ядролық қаруды таратпау және қарусыздану жөніндегі одағы бірлесіп ұйымдастыратын халықаралық конференцияда жан-жақты талқыланатын болады. Конференция елбасының қатысуымен 29 тамызда Астанада өтеді. Аталған конференция Семей полигоны жабылуының 25 жылдығына арналған. Бұл халықаралық форумға парламенттің барлық депутаттары қатысатын болады. Құрметті сенаторлар, күзгі сессияда елбасы парламенттің 6-шы сессияны ашу барысында белгілеп берген міндеттерді орындауды жалғастыру бойынша ауқымды жұмыстар күтіп тұр. Атап айтқанда, жер, қаржы, салық, кеден, бәсекелестік және басқа да маңызды мәселелер жөніндегі заңнамалық актілерге түзетулер енгізуіміз қажет. Сонымен қатар, парламент қарауына терроризм мен экстремизмге қарсы әрекет етуді күшейтуге, қару айналымын, көші-қон мәселелерін және діни білістіктердің іс-әрекетін реттеуге қатысты заңнаманы жетілдіру бойынша аса маңызды заң жобалары келіп түседі. Бұл жөнінде президенттің нақты тапсырмалары бар. Сіздерді елбасының депутаттар корпусына жүктеген жауапкершілік салмағын терең сезініп, белсене жұмыс істеуге шақырамын. Баршаңызға жемісті қызметтеріңіз үшін алғысымды білдіремін.